Жеңше, не істедіңіздер? Тур обедтің уақытысында нақ ұрсызсыз, карантин басталғалы ұрысып атыстар. Жүріңізші обед ішейік. Ішпеймін, кетем болды. Ішіп алғаннан кейін де кетесіз ғой? Жоқ, кетем болды. Жеңше бар ғой, сіз тамақты күшті дайындайсыз негіз. Дәмді ғой. Өтірігін соқпашы. Дәмі жоқ тамағыңыз дейтін ғой. Әшейін қалжыңдап айтамын ғой. Дәмді, сіз дәмді дайындағанда мен датаба көп ішіп қоямын ба, ертесін құсам по-моему содан ше. Жеңше, кірсеңізші, ертең 42.500 түсе ма? Сосын бар 2 жарым теңге ұн аласыз да, 15 теңге продукт аласыз да, 25 мыңға киініп алып, ағам көзін қыздырып, ары бері жүрмейсіз ба? Қош, мен уже тойдым, кетем болды. Ну, жақсы вариант кету. Жоқ, жақсы вариант. Көрдің бе? Жақсы вариант дедім, кеттім. Қош. Жеңше! Қалайын ба? Жеңше, маскаңызды ұмытып кеттіңіз ғой? Шаршама, тек шаршама, аяқ қолың талса. Жеңше, мен қолымда жазу тапсаңыз, жасырылған. Мына карточканы берем, карточканы ішіне ақшам бер сіздікі. Жоқ, ондай емес. Машина. Жоқ, ондай емес. Оған вообще қатысы жоқ. Адамның аты. Адамның аты ма? Жанна. Жоқ. Ерасыл. Жоқ. Ол постоянно сіздің қасыңызда жүретін адам. Постоянно қасымда жүретін. Ағаң ба? Өмір серік. Жоқ. Ағамыз. Ойлансаңызшы. Жақсы көретін қайныңыз. Құдай, сен ба? Айналайын қарағым Ойбай, Али, сен іздемеген жеріңді қайда жүрсің? Кешірші, айнала, кешекке ренжіп отырсың ба? Сен түсінбей қалдың, Али бар ғой, мен сен ба десем, сен үсен ба деп ес қапсың ғой? Ой, ондай өтіріңіз басқа біреуге айтыңызшы, мен сізді білем ғой. Мейл, бопты. Бұдан бұлай бар ғой, Али дей бермеңіз маған. Мен сіздің қайныңызбын. Ат қойыңыз дұрыстап. Болды, қара бала деп айтамын да. Айналайын, қара бала деп. Кешірші, айнала, қара бала. Не ойлен ол қара бала деген? Не дейін енді? Аппақ жігіт деп айтыңыз. Болды, аппақ жігіт. Мәңіз. Аппақ жігіт. Паролін өзіңіз білесіз. Мен қайдан білем бұл паролін? Сен... Мұна мен өзім карточкама, Али! Сен неге жақсылық жасамайсыңыз, жұрттың балалары құсап? Қарашана қайрат Құдай бергенді. Құдай берсе Құдай берген ғой. Дәулеттен дейші. Қандай өкпе аппаратын әкеп қазаққа көмектесіп жатыр, Ой, ақшасы бар ғой олардың. Қойшы, осындай сылтауларың оңай. Менде ақша жоқ қой. Жақсылық жасаймын деген жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Неме, міндетті түрде ақшамен жасау керек па? Мына мусорда апарып таста. Оның өзі жақсылық қой. Не әдет болса? Қойыңызшы, сіз өзіңізге қарап алсаңызшы. Сіз сияқты Айнұр Тұрсынбаева да елге жақсылық жасап отыр, жасасаңызшы сізде. Айнұр ба? Иә. Дұрыс жасап жатыр. Өйткені ол Айнұр. Айдың нұры. Ойбай. Не болды? Ойбай. Ана давление бірден көтеріліп кететін бар еді ғой. Татуды тұршы, дәрішіп шығайын, сосын айтам ары қарай. Ойлау, өзіне келсе давление көтеріліп кетеді екен осы. Бопта, апарасаңшы осы мұсырды. Жеңше, ана қонақтарыңыз қашан кетеді? Ана кісі өше қызық қой, мен шоткамен түсіп жүр ғой. Ой, сол. Бәріміздің шотка, мачалка бәрі кетті ғой. Енді білмеймін ғой, қонаққа келгеннен кейін кетті дейсің, өзімде жыным келіп жүр негізі. Сіз де құтыламай жүрсіз ба? Иә. Жеңше, онда менде бір жанды бір идея бар. Қандай? Немене, мен сізге мешать етіп жатырмын ба? Иә, мешать етіп жатсың. Қашанғы жатуға болады? Сіздің қонақтарыңыз менің шоткамды пайдаланып жатса да іштеке деп жатқан жоқ қой, балдар телевизордың алдында топырлап отырады. Енді қонақ олар қызықсың, оларға кет деп айта алмайын. Мағыл, мен ақ кетейін, сосын қонақтарыңыз да кетеді. Өзіңіз жалғыз қалыңыз осы үйде. Қалам, неменеге қалмайды екем? Кетті жеңше. Такси ма? Әрине, сырттағы ағайын. Ішке кіріңіздер, жайғасайық. Ассаламағалейкум, құрметті менің клиенттерім, қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Сіз арттағы столға жайғасыңыз. Ақталған ағарманы үміттері қашан көрсең жүретін клиптегі қаумалаған ағайын, аманбысың? Менің ақ тұлпарымның клиенттері. Момышыл Шаляпина. Задатып беріп қойсыздар ма? Құрметті менің клиенттерім, сіздерге бір ән болсын, кереметтей көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Момышұлы Шаляпина демекші, Момышұлы атамызбен Шаляпин көкеміз тірісінде кездеспесе де, міне қазір көшелері қиылысып тұр. Көп болсын ырысың, осымен бітті менің жұмысым. Жақсы анда, жақсы. Қоштаспаймыз, ренжімеңіздер.
тамада болғандай деймін. сондай ау деймін. 100. Жеңше қалайсыз? Не санап отырсыз? Ой, бір ақшаны оңай табу жолын таптым бар ғой. Қойыңызшы, онлайн бизнес па? Маңлайн бизнес, маңлайн. Ол қандай сонда? Мына маңдай бар ма? Соны бүйтіп 100 рет тырнасаң 100 теңге шығады екен. Қойыңызшы. Ай, соны тырнап тапсай сен құр жатқанша. 365 күнде 365 35.600 ба? Енді біраз ақша табасың. Үйде жатып әшейін бүйтіп тырнайсың болды. Ой, менде құлақлайын деген бизнес бар. Бүйтесіз да, екі құлағыңыз қатты тартасыз, бетіңіз қызарған кезде тарс етіп 2 теңге жатып көрдіңіз ба? 100 теңгеде майдалағанша 2 теңге табыңыз. Кешегі ренжіп жатсыз ба? Не ғой, YouTube көрсеңіз кішкене алдау үшін. Құшып ойнап айтқан шығар. Негізі Али бар ғой, Айнұр Тұрсынбаева бар ғой, өте дұрыс айтады. Айнұрға құлақ салу керек екен негізі. Мен міне 3 күн болды сабағына қатысып жүрмін да. Біз негізі бар ғой, дұрыс өмір сүрмейді екенбіз ғой. Айнұр айтады да, адам деген арманмен ұйықтап, мақсатпен ояну керек дейді. Қарашы қандай керемет, те? Сондықтан саған да кеңес беремін. Не деп тұрсыз әпше? Арманмен ұйықтап, мақсатпен оян дейді. Мен ондай емеспін, түсіндіңіз бе? Аузыңызға байқап сөйлеңіз. Қызық екен ғой. Мұнаң жыны ба? Тоба. Мұнаң дым баюға жылайын шығу адам. Ода тұрған не бар? Арманмен ұйықтап, мақсатпен тұрғанда. Қызық адамдар. Біреу байысын десең әйтеуір. Мен өзім ұйықтап тұра берейін. Қой кеттім. Не болды сен? Мәсің кеше Жұлдызай пока деп қоясың. Не болды? Мен вообще кінәм жоқ. Мен пока деген өйтіп айтпадым. Пока что деп айтайын деген мынау бәрін ұйымдастырып, сол жерін қиып тастап әдейі 200 теңге айлық берем, Алтынбек шақырам. Бастық деп. Сен бастық болуға лайықсың. Ерланды Алтынбек шақырып алып, болды түсіре береміз деп. Мен түсірем өзім деп. Өзің миың жоқ па сонда Али? Мынау айтты деп, сон миың жоқ па сенің? Жоқ, мынау айтты, мынау бәрін осы ұйымдастырды. Қаным, неме ұялмайсыңдар екеуің? Бастық кетсе болды, не әдет осы екеуіңдікі? Мынау айтты. Сен былай істе, сен Алидің айтқанын тыңдадың ба? Сен Үсеннің айтқанын тыңдадың ба? Былай істеңдер екеуің. Сен екеуің бірінің айтқанын бірін тыңдап жүріңдер. Кешіріңізші әпше. Кешіріңізші. Кешірмейді әпше. Мен білем ғой, қазір 1 сағаттан звондайды, Али не істеп жатсыңдар? Мен әпшеңді білем ғой, кешірмейді, мінезі жаман ол кісі. Білсең кешір. Сен бастық болуға лайықсың деп қазір мына жерде бітіп болған жоқпыз ба? Білгенің сома, кеше айтатын айтып алып бәрін бүтін шығардың. Сізге өтініш осы жолы жоқ демеңізші, мен қолдаңыздаршы бір рет болсын. Болды ғой, қолдаймыз. Қашан сен қолдамай жатыр ек? Мен бір Жанелім деген қызбен таныстым. Франшизасын сатып аламын оның ше. Сосын мен анандай салон ашам, салон красоты. Сөйтемін сол жерде бастық болып жүремін. Айтыр, тоқта. Фунчоза деген салатты неменеге Жанелім деген қыздан алайын деп жатсың? Өзім ақ істеп беремін ба? Жоқ, фунчоза емес, франшиза деймін. Ол ат уже бренд болып қойған ғой. Елдің бәрі білет те олатты. Соны сатып аламын. Сосын ол маған 4 мастерін үйретіп береді кеп. Сосын салон ішінде қай жерде тұру керек екенін бәрін үйретеді. Болды, бастық болып жүрмеймін ба? Салон дегенде қыздар ашпай ба? Дұрыс қой, қыздар істейді ғой жерде. Мен бастық боламын ғой шын. Иә, дұрыс. Болды, аша берсе енді, не кедергі болып тұр саған? Соған ақша берсеңізші, сіздің атыңыздан кредит алайық та.